Қайтадан қарлы боранды қыс келді. Аязды, елсіз ұзақ далаларда аштық түндер басталды. Ашумен жер тарпып, қар боратып, көп ұлыды. Бір мезгілде ай астында ағаран-ағаран еткен көп топты көрді. Бұрылып бір жаққа қарай жалтарғанша тасырлатып, қар боратып, қасына ағызып келіп қалыпты. Бұлар тілдері салақтаған, ауыздары арандай ашылған, жүгіріп келе жатқанда бәрі тегіс ырс-ырс етеді. Иістері көксеректің мұрнын жарды. Қарсы аяндады. Қалың топтың алдында зор кәрі шолақ мұның жанынан арс етіп желді қауып өтті. Көксерек те тұмсығы ашумен ыржиып, тістерін сақ-сақ еткізді. Екеуі қайта беттесіп келгенде біріне бірі ұмтылмай, құр ғана жанасып, қорқор етіп ырсылдап тұрды. Артынан жеткен көп ақ қаншықтар көксеректі айнала иіскеледі. Бір үлкен ақ қасқыр келіп жағын жалады. Бұ да жалады. Бәрін иіскелеп алды. Үлкен көк шолақ қана иіскелеп жанасқан жоқ. Бәрі де аунап-аунап қарды қауып-қауып алысты. Көксерек те соны істеді. Бұл қосылған топ жаңа ғана отардағы жылқыдан бір тайды жеп келе жатыр еді. Бірігіп алып, адырға қарай жарысып жөнелесті. Бұл топтың саны 10 шақты. Әзірге басшысы көк шолақ, қалғандары қаншық қасқырлар. Үшеу-төртеуі күшік, оның ішінде 1-2 арланы бар. Бірақ олар көк шолақ пен көксеректен қаймығады, көп ойнайды. Үлкендерімен ырылдасып таласпайды. Көксеректі қаншық қасқырлар көп жағалайды. Топ ішінде көксеректен күйлі қасқыр жоқ. Бойға, денеге бұнымен көк шолақ қана таласады. Оның мойны көксеректен де жуанырақ. Жалғыз ақ жотасы ғана бұныкіне ұқсамайды. Мұндай дүңкиген күдір емес, жазандау. Жабысқа артық болса да, алысқа мынадай сенімді сияқты емес. Құтырнып шапқан мықты қомағай топтың бетіне ештеңе қарсы тұра алмады. Боранды күні ығып келе жатқан қойға араласып, бет-бетімен бөліп-бөліп әкетіп, талай қойды жаралап, жеп, қырып шықты. Көксерек қосылғаннан бергі алғашқы шабуыл осы еді. Тамақты емін-еркін араласқандықтан әрқайсысы жеке-жеке таласпай, қағыспай жесіп алды. Қар қауып, аунап-аунап, тағы бірігіп алып, ілгері қарай салды. Артынан адам келіп айырып алған қойлардың талайы таусылып біткен, талайы жаралы. Әр жерде сирағы, бас жүні шашылып қалған көп жентіктер көрінеді. Топтанып келіп жылқыға да шапты. Бірақ қоның ойып алған, жағын сындырып қалған тай болмаса, ешбірін жығып алып, емін-еркін жей алған жоқ. Көп жылқышы қуғын салып жегізбеді. Бір күн, бір түн аштық болды. Далада сары жотаның басында шуласып ұлы болып алып, күн батыс жақта түтіні шығып, қарауытып жатқан ауылға қарай тартып берді. Ел орынға отырар кезде ауылға қайтып келе жатқан 2 жылқыға келіп араласты. Жылқының екеуі қашып ауылға жақындап қалды да, біреуін көксерек омбы қарға қамап кеп, белгілі әдісімен жығып алды. Кішілеу құнаншығар еді. Бар қасқыр айнала тұра қалып, ашқарақ ауызды қойып жіберді. Әлде қашан іші жарылған құнанның буы аспанға шығады. Қан жын, басы көздерін жауып, жота жүндері үрпиіп, естері шығып асап жатыр. Көксерек бұрынғы дағдысымен жемтіктің кеудесіне тұмсығын тығып жіберіп, жұлып асап жатыр еді. Желкесінен ырр етіп бір ауыз тістей түсті. Бұл орын көк шолақтың орны болушы еді. Жемтіктен басын суырып алып, көк шолақтың асылып тұрған аяғынан қатты тістеп алып, үстінен жұлып тастады. Екеуі де жемтіктен шығып, біраз гүр-гүр етісіп тұрып, қайтадан қызылға ұмтылысты. Таласа тармаса жесіп алды. Соңғы бірақ саны қалған уақытта күшік қасқырлар мен қаншықтардың көбі шығып кетіп, 2 көк шолақ қана жемтікті жылмаласып қалды. Өзгелер бұлар жеп болғанша қарда аунап-аунап алды. Bir талайы төстерін қарға төсеп күтіп жатыр еді. Жем бітті. Тағы да адырға қарай тартты. Топ алдында 2 көк шолақ қатар жортады. Біріне бірі жол бермейді. Бірінің алдына бірі түссе, тірсектерінен тістеп, ырылдасып қалады. Азу тісінің бірі сынған көк шолақ ызалы, долы, гүрілдеп сыздана берді. 2 күндей аш болысты. Жылқы бұрынғы жерінде жоқ. Боран болған, қалың қар жауып, іздерде басылып қалған. Елсіз бір жарды жағалап келе жатқанда, кеуегінен шығып қоян қашты. Жардың екі жағына қақ жарылып бөлініп алып, ұмтылып қуды. Аздан соң қоян жардан шығып, көксерек жаққа қарай далаға шыға, адырға беттей қашты. Бұл топтың алдында көксерек еді. Қоянға жақындап келеді. Bir кезде төтеден ағындап, жеке дара болып, көк шолақ ағызды. Қоянға жақындап қысып келіп, көксеректің алдына түсті. Артқы қасқырлар шұбап алыста қалды. Адырға кірді. Бірнеше төбелерден өтті. Көксерек кейіндеп қалып еді. Bir ылдида көк шолақ қоянды жұмарлап жатыр екен. Көксерек келе ауызды қойды. Екеуі жұлқысып тартысқанда, қоянның басы мен кеудесі көк шолақтың аузында кетті.
Өзінде қалғанды қапаш-құпаш асап, Көксерек қайта тап берді. Көкшолақ қоянның басын тастай беріп, арс етіп Көксеректі аяқтан ала түсті. Ойда қар борап, аяқтарының асты ат көпір болды. Шапшып келіп гүрілдеседі. Тістері бір-біріне сатыр-сатыр тиісіп, қарш-қарш шайнасады. Тікейіп шапшыған бойда ұстасып тұрғанда, Көксерек басын бұрып жіберіп, Көкшолақты құлақ шекеден ала түсті. Жасынан ауыл иттеріне үйренген әдісі еді. Аузы тиісімен жұлқып бұрап жібергенде, Көкшолақ майысып барып астына топ ете түсті. Жығысымен үстінен басып тұрып, құлақ шекеден ауызды жылжытып келіп алқымға салды. Тамағынан қапсыра қысып, буындырып алып, мойын сүйегін қырт-қырт шайнайды. Көкшолақтың аузы арандай ашылып, тынысы құрып, тыпырлауға шамасы келмей қалды. Сол уақытта артқы қасқырлар топырлап келіп жетіп, Көкшолаққа ауыз салысты. Былбырап аққан қызыл қанның иісі аш қарындарға мас қылғандай белгі берген еді. Шаптан, қолтықтан, жалаңаш төстен мықты өткір тістер жұлқып-жұлқып тартқанда, Көкшолақтың қаны жосылып ағып, ішінен бұрқырап буда шықты. Бұл арада бар ауыз түгелмен жабылып кетіп еді. Аз уақытта Көкшолақтан будыраған жүн мен 4 табан ғана қалды. Қалған топтың жалғыз даусыз басшысы Көксерек болды. Іздеп жүріп, отардағы жылқыны тауып алды. Тағы да атышулы 9 қасқыр деген даңқы шықты. Күндіз-түні жылқышы атаулыны күзеттен босандырмай, сонда да дамыл бермей, тай-құнанды жеп тұрды. Артынан ерген тобы аштық көрген жоқ. Бәрі де жонданып, құтырынып, мықты жүргіш болып алды. Шетінен Көксерекше батыл. Сол не істесе, соны істейді. Ара-тұра жылқыны тастап, маңайдағы ауылдарға да соғып кетеді. 9 араласқан жерде сел қаптағандай, жау тигендей қылады. Ат, сиыр сияқты ірі қаралар бірақ жеммен таусылып, жоқ болып қалатын болды. Бір уақыт керуен жолында да болды. Кешеден бері ас жемей, ашыққан, аяздаған уақыт еді. Жалғыз атты шаналы жүргіншіні қамады. Айналасына қар боратады. Біресе жолына барып жатып алады. Жартысы артына, жартысы алдына түсіп, қашпай, мезгіл сайын жақындап, аян салып отырады. Есі шыққан керуен аты жүре алмай қалған соң айқай салып қашып еді. Атты топтарымен жығып салып талқандап, өлтіріп талап жесе бастады. Топ осыған араласып жатқанда, Көксерек мұны тастай беріп, қасына бір-екі қаншықты ертіп алып, кісінің артынан қар боратып, бұрқыратып салып еді. Жақындап қалғанда, кісі шошып жығылды. Бірақ алдарынан айқайлап, сатырлап шапқан аттылар шығып қалып, айырып алды. Осыдан соң Көксерек қатты дулы, ызалы болып сызданып алды. Ырқына көнбеген күшіктерді, жүріске ере алмаған қартаң қаншықтарды кейде бас салып талапты тастайды. Тағы бір ретте қалың шилі қорықта отырған 5-6 ауылдың үстіне келді. Күндіз болатын, күн шаңытқан аяз еді. Шеткі ауыл бұларды көріп қалды. Ши шетінде қарда аунап жатқанда бір түйе шықты. Үстінде кісі бар, басына ақ оранған. Тура қасқырларға қарай жүрді. Ат емес, қашпаса да болады. Бірақ түйе жақындап келгенде бар қасқыр тұрып, далаға қарай ақырын бүлкектей берді. Топтың артынан Көксерек керен аулап зорға тұрып, қырыстанып артына қарап, ол да аяндады. Түйе бақырып қояды да, шудасы желкілдеп желеді. Бетті елсізге қарай түзеп, қасқырлар бүлкектеді. Артында Көксерек. Түйе бұрылып кетер деп бақылайды, бұрылмайды. Көксерек ашығып қалып еді. Дәмелене бастады. Біресе жортыңқырап барып, алдыңғыларға жетеді де, бәрін тоқтатып, өзі жүресінен түсіп, түйеге қарап жатады. Түйе жақындап келгенде, өзгелер жылжи береді. Бұл да артынан тұрып аяндайды. Аяғында ауылдан әбден ұзап шықты. Көксерек өзгелерді ілгері жіберіп, өзі бір күшік қасқырмен бөліне, оң жақ бүйірге қарай тартты. Түйелі қиыстап, топ пен бұл екеуінің аралығына қарай беттеді. Әлі де түйе бақырады. Иісі, дәмі қызықтырып, асықтырып барады. Көксерек түйенің артына түсті. Бірақ әлі онша жақындаған жоқ. Түйе енді ақырын жүре бастады. Кейде тоқтап, алды-артына қарайды. Ақбас әрлі-берлі бұрылып, қозғалақтайды. Түйе тоқтағанда, Көксерек те тоқтайды. Тұрған жерінен қар боратып, тарпына бастайды. Сөйтіп кеп, бір мезгілде ағындап шауып, түйенің жанына жақындай келіп, қиыс өте берді. Сол кезде түйе үстінен бір ұзын нәрсе шошайып созылды да күрсетті. Өлгенше қатты ащы дауыс даланы сілкіндіріп, шошытып жіберді. Бар қасқыр қар боратып ытқып қашып жөнелді. Күрс етіп жөтелген көк түтінмен қатар Көксеректің артқы бір саны шыж ете түсті. Әрі ыстық, әрі суық бір нәрсе қадалып шаншып қалды. Саның арс етіп қауып қалып, түйенің үсті тағы да сыртылдап қамданып жатқанда, бұ да ытқып қашып жөнелді.
тоқталған жоқ, көп қашты. Бірнеше қырқадан, бір-екі жазықтан құлаш ұрып шауып өтті. Өзге қасқырлар бір бөлек, бұл жалғыз бір бөлек. Түйе қалып қойды. Жүгіріп келіп, бір жартасты сайға кіре бере, арт жағы қираландап барып құлап түсті. Жол бойы тоқтамай аққан қан әлін кетірді. Жарасының ауруын да жаңа тоқтар алдында ғана сезе бастаған. Қынсылап жатып санын жалайды. Қан шығады. Bir тұрады, bir жатады. Тұрғанда енді бір аяғын көтеріп тұрады. Үш аяғымен секектеп аяндайды. Арада бірнеше күн өтті. Осы сайдан шыққан жоқ. Ашығып бір алуға айналды. Бірақ аяғы ептеп басуға келді. Бір-екі қырқадан асты. Бір сайда 3-4 ат жайылып жүр екен. Бұғып қасына келді. Шетте арықтау бір көк шолақ ат тұр еді. Тап беріп, қуып отырып, қалың омбыға келіп қамады. Осқырып, қорқып тұрған атты алқымынан алып бауыздап түсті. Санын жұлды. Қоңын ойды. Омбы қардан шығармай тұрып, шығып алды. Тоя жеп алып, сайына қайтты. Күнде кешті күтеді. Түн болған соң жемтігіне келіп асын жейді. Осымен 5-6 күн өтті. Қайтадан жоны шығып тынай болды. Аяғы да әбден басуға келді. Күдіреген жоталы, ашулы көксерек тағы да жортуылға шықты. Белгілі жемтік біткеніне 2 күн болған. Содан бері аш еді. Жорта баяғы Қарадырдан шықты. Түске жақын мезгіл еді. Жота-жотадан қарауыл салды. Желге тұмсығын төсеп, белгілі иіс күтті. Алыстан таныс иіс келіп, мұрнына жетті. Манайға жалт-жалт қарап алып, қырдан қырды, адырдан адырды кезіп отырып, күнбатысқа қарай шырқап салды. Көп іздеді. Аяғында күн кешке жақындағанда, бір жотаның басында шошайған аттылы қойшыны көрді. Айналасында сол төбенің бетінде қой шашылып жайылып жүр. Теріп жеуге шашқан шашудай. Бірақ жақында ауыл бар. Алыстан ағындап бет түзеді. Жалғыз-ақ қарасын көріп қалған қойшы айғайды салып, бұған қарсы шапты. Қойшы үлкен емес, бала даусы шошытпайды. Қой дүркіреп үркіп, қойшыға қарай қашты. Қасқыр жақындап, бір қызыл қойға ауызды салғалы ентелеп келіп қалып еді, бағанадан айғайлап келе жатқан қойшы қасына кеп қалыпты. Еріксіз жалтарып, бұрыла беріп еді, қойшы бастырып қуып жөнелді. Бой салып қорқып қашқан жоқ. Содан ба, болмаса тегі жүйрік пе, әйтеуір боз ат бастырмалатып, жетіп келіп, көксеректің жотасына жеңіл ағаш сарт етіп тиіп қалды. Сол-ақ екен, қарсы бұрылып алып, аттыға қарай арс етіп шапшып қалды. Арандай ашылған ауыз бірдемені жұлып түспек еді. Ыңғайына бала тонының өңірі ілінді. Соны бөксеріп жұлып түскенде, боз ат осқырып атқып кетті. Баланың шошыған айғайы шықты. Қасқыр артына айналып тап бергенде, мөңкіп жүрген боздан бала аударылып құлап түсті. Көксеректе қазірде бұрын ешқашан білінбеген долылық жайындық бар еді. Туғаннан бергі барлық көресі осыдан. Екі аяқтыдан дегендей жығылып домалап жатқан балаға тап берді. Оқыс секіргенде санының жарасы ашылып, тыз етіп ашып қалып еді. Ол бұрынғыдан жаман ызаландырып құтыртқандай. Боз ұзап қашып кетті. Қойда жоқ. Екпіндеп секіріп, ырылдап кеп баланы бас салды. Бұл бала құрмаш еді. Қойшы ауырып қалып, әкесі бір күнге қойға жіберген еді. Астына мінгені өзінің жүйрік боз дөнені болатын. Үстіне гүрілдеп қасқыр төніп келгенде көзі бір ашылып, бір жұмылады. Басына таман арандай ашылып келе жатқан ауыздың жоғарғы жағында өзіне таныс құлақ көрінді. Сол жақтағы тілік құлақтың жартысы салпылдап тұр. Ақырғы сезген білгені сол. Содан бері баланың үні өшті. Қасқырдың аузы тиместен бұрын өліп кетті. Көксерек ырылдап тұрып, тісінің ұшымен қағып, жұлып алып, басын шайқап өткенде, баланың бір жақ көзін қопарып алып кетті. Жүріп бара жатып, қылғып салды. Түнде баланың өлігін тауып алысты. Жанында тайдың ізіндей болып, үлкен қасқырдың ізі жатыр екен. Құрмаштың жаназасына жиналған Қарадыр елі көксерек жайынан неше алуан әңгімелер құрды. Көпшілік мұны қорқау қасқыр деді. Кейбіреу құтырған қасқыр емес пе екен деп күдік айтты. Бірақ құтырған деуге орын жоқ. Ондай болса, бір баламен тоқтамас еді. Ауылға да шалар еді. Қойды да қуалар еді. Сол жиында бұны не қылса да ізіне түсіп, соғып алуға, өлтіруге сөз байласты. Бұл әңгіменің ортасындағы Қасен еді. Ол белгілі аңшы, баяғыдан құс салып ит жүгірткен. Өзі
осы маңайдың ауқатты әлді жігіті, Қарадырдың мырзасымағы. Қалада қызметте тұратын інісі бар. Сол арқылы биыл күздігүні бұның ауылына шетелден қасқыр алатын прит келген. Қазір барлық Қарадырға да, маңайдағы өзге елге де даңқы шыққан Аққасқа осы Қасеннің иті. Келісімен Аққасқа күздігүні бір күннің ішінде бір бөлтірік, бір үлкен қасқыр алған. Өзі 2 қар басқан екен. Қазіргі уақытқа шейін 6 қасқыр алыпты. Аз күнде бір болыс елдің әңгімесі болған Аққасқаның арғы тегін тексерушілер де көп еді. Түбі Иреймен етінің нәсілі деп кеп, арғы затын ертегіге айналдыру үшін бұл қанжығалы қарт Бөгенбай итінің тұқымы дейтіндер де болған. Жиын көксеректі іздеуге сөз байлаған соң, жаназадан тарай сала Қасен өз ауылына келіп 5-6 жігітпен бірге Аққасқаны ертіп алып адырға шықты. Күн кешкі 5-дің кезі еді. Сондықтан ертеңге қарап аял қылысқан жоқ. Ең болмаса ізін көріп бетін аңғармақ. Және жанада қар жауған. Сонан енді тағы қар жауып қалмай тұрып, ізінен, бетінен көксеректі танып алу керек. Қасен Құрмаштың әкесімен ағайындас жақын болатын. Жалғыз баласы Ерке Құрмаштың өлгені әкесіне ерекше батып еді. Бұның үй ішімен ботадай боздап, бейіт басында да қатты күңіреніп жылағанын көргенде, тірі жанның бәрінің сай-сүйегі сырқыраған. Құрмаштың әкесі Қасенге: "Сол жалғызымды өлтірген қасқырды қолыма әкеліп беріп, көзін ойғызбасан, сен маған туысқан емессің" деген. Өзге елде Қасенге: "Бүгін Аққасқа не өлсін, не өлтірсін, осыдан басқа жерге итінің керек жоқ" тіпті дескен. Осы сөздердің барлығы Қасенді де асықтырып, ширықтырып еді. Құрмаш аулы мен Қасен аулының арасы жақын болатын. Сондықтан көп уақыт өтпей-ақ аңшылар кешегі бала өлген жерге жетті. Ақшақардың үстінде бадырайып үлкен із жатыр. Беті елсізге, Тастықұдыққа қарай кетіпті. Барлық аңшы ізге қарап, қасқырдың үлкендігіне қатты қайран болды. Аққасқа бұрынғы еріншектеу әдеті бойынша ізге жеткенше жай жүріп тартыншақтап келіп еді. Ізді көріп, біраз иіскелеп алған соң, басты төмен салып жіберіп, тұмсығын ізден алмай отырып, жонды адырға қарай шауып жөнелді. Бар аңшы артынан ілесе, желе текіректеп шауып отырды. Аққасқа тоқтамайды, артына қарамайды, тынбай жортады. Әлі қар бекіген жоқ. Қалында емес, қыстың орта кезі болса да, биыл қар жұқа болатын. Аңшылардың айтуы бойынша қасқыр түлкіге ит қосатын уақыттың нағыз өзі еді. Қасен қолына келгелі Аққасқа барлығы 3 қасқыр алды. Бұның 2-ін бір күнде күздігүні жер қарада алған. 3-шісін қар түскеннен кейін ауыл үстінен алып еді. Қасен өзінің 1-2 жігітімен және басқа да аңды сүйетін 4-5 құрбысымен соңғы уақытқа шейін ат жаратып жүргенді. Алыс жерден ет ояндап келген Аққасқаның қыстыгүні қарда жүгіруге қызылы толық болсын деп етейтіп, баптап қайырып жүреді. Бұдан бұрын Аққасқаны аз-аздап қоянға жүгіртіп, 2-3 суытып алған. Соңғы уақыттардағы тамағы көбінесе құрт араласқан сұйықтау ас болатын. Қоянын да 2 рет тастатып алып еді. Содан бері қысқы жүні жетіліп, өні ажарланып, қатты құлпырып алған. Жалғыз-ақ бүгін таңертең аз ғана ас құйылған екен. Соның тоғы қаша қоймады ма деген күдік бар. Одан басқа жоны жұмырланып, етін сыртына теуіп, ойдағы майдан, іштегі қыл-қыпырдан арылған кез еді. Аққасқаның бойы қасқырдан кіші емес. Аяқтарының жуандық сомдығы да содан кем емес. Өзінің барлық тұлғасында қасқырға ұқсайтын бітім бар. Түсі тазылар түсінде емес, қасқыр түс. Дене жүні ақ сарлау келгенде, маңдайы шаңқиған ақ маңғыл қасқа болатын. 2 көзі шатынап, шарасынан шығып тұрғандай үлкен. Үнемі от шашып тұратын қып-қызыл көз. Ашу да, ерлік те бір өзінде. 2 шекесі торсықтай деп аңыз қыларлық. Бұның да жотасы күлдіреуіштей. Құйрықтан ауыз омыртқаға шейін дөң сияқтанып, күдірленіп, дүңкиіп тұрады. Оның үстіне шеке мен мойын тұп-тұтас болып келіп, шеңбер төске қосылған. Алдыңғы жағы арыстан бейнесіне ұқсайды. Аққасқа өте қабаған, сіркесі су көтермейтін долы, ызалы. Сондықтан ауылға келгенде шыншыдан босамайды. Далаға алып шығып, аңның ізіне салғанша, жә қарасын көрсеткенше ұзын кендірден босамайды. Әйтпесе жолда кез келген иттерге де соқтыға береді. Итке келгендегі жалпы әдеті өзі барып таласпайды. Бірақ ауылдың көп иті алдынан шығып быжылдап үре беріп, айналасын қамай бергенде, яки біреуінің жұлып қашқан тісі тигенде құтырып кетеді. Ондайда топ иттің ішіндегі ең үлкен төбетті секіріп барып, құлақ шекеден алып, топ еткізіп, соғып, жаншып жібереді. Кісі айырмаса
болса, астына түскен итті өлтірмей шықпайды. Өзі жүрген жерде өзге иттің еркелігін көтермейді. Күзден бері Қасен ауылының 2-3 сақ төбетін өлтіріп салды. Қатты ашуланып, ашқарақтанып кеткенде иесінде қауып жібереді. Күздігүні үй ішінде сойып жатқан қойдың етін жегізбей ұмтылғанда Қасенді де бір-екі рет қолынан ала түсіп қауып алған. Күн екіндіге жақындап қалды. Аққасқа ізбен әлі жүріп келеді. Жерден бас алмайды, тоқтамайды. Аңшылар Қарадырдан 5-6 шақырымдай ұзап шықты. Қасқырдың бұл күні беті тасты құдықтан да өтіп, Ақсорандағы жылқыға қарай тартты. Ақсоранда 2 қос жылқы жатыр еді. Айналасы аласа белес, қалың тобылғылы үлкен шұбар еді. Соның ортасындағы жадағай жалғыз биік Ақсоран. Қасқырдың осылай беттегенін білген соң, аңшылар ақылдасып тұрып, Аққасқаны шақырып тоқтатып алды. Мұның мойнына кендір тағылған соң, барлық жұрт аяндап Ақсорандағы қосқа тартты. Бүгін түнде сонда қонып, ертең-ерте жылқышыларды жүйрік ат айғырға мінгізіп алып, қалың топ болып қуыспақшы болды. 2 қостың бірінде Қасен аулы мен барлық Қарадырдың да жылқысы бар еді. Жігіттер сол өз қостарына келіп қонды. Қоста түні бойы тынымсыз қызулы лаулаған әңгімелер болды. Мол асылған семіз ет қонаққа да, жылқышыларға да көңілді желіктің шарты еді. Құрмаштың өлімі де көп уақыт әңгіме болды. Қасендер келісімен-ақ барлық жылқышы мәлім етті. Өткен түнде көкшолақ жылқыға шауып бір жабағыны жеп кетіпті. Жалғыз өзі бір семіз жабағының жарты етіне жақын жепті. Бұл не деген жалмауыз екенін білмейміз, әкенінің деп қос басшысы сөйлеп еді. Ол ұзаған жоқ. Ол болса осы Ақсоранның айналасынан табылады. Соңғы уақытта қасқырдан тыныш едік. Осы жалғыз қасқыр кешеден келіп араласты. Ізі тайдың ізіндей. Әнеугүні де келіп бір тай жеп кетпеді. Іздегендерінің өзі сол. Елмен қосқа кезектеді. Бір кәпір сарқынды. Бәрін істеп жүрген сол. Енді әттен дүние. Соны ғана бір қолға берсе-ау, деп жабағысы желінген Бейсенбай жылқышы кіжінді. Жатарда Аққасқаға азын-аулақ құрт пен жылы жұмсақ ет берілді. Жұрттың бәрі айнала үйіріліп, соны күтті. Бірақ тар үйде көп бөтен кісінің ортасында Аққасқа жиі ашу шақырады. Шынжырмен байлаулы жатып, кей уақытта арс етіп, от айналасындағыларға тап береді. Көп уақыт қорылдап, гүр-гүр етіп тұрып алады. Отқа қарсы қараған көздері ашумен қанталап шатынап кетеді. Қараңғы ала көлеңкеде жатқан 2 көзі қып-қызыл шамша жанады. Аққасқа ырылдағанда алдында отырған Бейсенбайдың жотасы мұздап, еті тітіреп кетеді. Ентелеп ілгері жылжып, отқа қарай мінбелей береді. Таң қыландап келе жатқанда барлық аңшы мен көп жылқышы атқа мінді. Жарап жүрген бедеу биелер мен жүйрік айғырлар түн ортасында ұсталып, тоғын қашырып алып еді. Жұрттың бәрінің қолында сойыл шоқпар. Сатыр-сұтыр етісіп, қостан желпіне шығысты. Ақсоранның етегіне таман келгенде, Қасен 11-12 кісілік жиынды 4 бөлді. Өзі Аққасқаны алып, Ақсоранның дәл биігінің басына шығатын болды. Өзгелерді тау мен ұсақ адыр, қалың шұбарды айнала қоршап алып, жан-жағынан қаумалап, Ақсоранның биігіне қарай қағып шық деп таратып жіберді. Қыстың күні алыстағы Ақшотыдан қызарып шығып келе жатқанда барлық аттылар жан-жаққа қарай шашырай жөнелді. Ақшақар желе шауып жөнелгенде жүйріктердің аяқтарымен есіліп бүгіліп борай түсіп жатты. Қасен аяндап биіктің басына қарай тартты. Жолшыбай 2-3 жерде Аққасқаны сарытып, аунатып баптандырып алды. Сонымен жарты сағаттан артық уақыт өткенде биіктің басына келіп шықты. Дәл биіктің бір егартпа иығына атын тастап, өзі Аққасқамен бірге жаяулап келіп, 1-2-3 обаның ығына келіп отырды. Айналасының бәрі де көрінеді. Тау басында желдетіңкіреп ызғырық соғады. Күн әзірше суықтау. Аққасқаның астына ертеден қамдап алған киізін төсеп, өзінің ығына жатқызды. Айналаға Аққасқа да анда-санда бойлап жағалай қарайды. Қасен бұны баулыған иесіне ішінен бас иіп алғыс айтады, құрметпен еске алады. Өйткені Аққасқа тау басында қазіргі отырыстың не мәні барын әбден түсініп, ұғынып отырған сияқты. Тыныштыққа бой ұрып, жатуды ойлап тұрған жоқ, күтіп отыр. Биіктен томағасын тартқан қырандай ізденіп, бағып отыр. Жан-жақтағы қағушылардың бәрінің де алдына қарап өтеді. Кейде түрегеліп те жан-жаққа көз жібереді. Кешегі жабағыны жеген көксерек екені рас еді. Кеше жартысына жақынын жесе, бүгін өткен түнде сол жеріне барып, тағы қалғанын тоя жеп алып, енді Ақсораның етегіне келіп, бір жартасты бос қарағанды қиындау сайда ұйықтап жатыр еді.
Құлағына алыстан бір сарын естілді. Елсіз тыныштауда таңертеңгі ауа дыбыс атаулының барлығын екілендіріп көтеріп тұрған. Оянып жүресінен жатып қарғапты. Сөйткенше сатыр-сұтыр еткен ағаш даусы мен тастақ жерді тасырлатып басқан ат дүрсілі естілді. Түрегеліп барынша керіліп алды. Екі аяқтылардың иісі сезілді. Бүлкектеп жотаға шықты. Сол-ақ екен, арғы беттен құлап келе жатқан екі үлкен қара айғайды салып тап берді. Көксерек жалт беріп, жотаның тасасына түсе сала, сайды жалбылап жоғары қарай салды. Қолында шошайған сойылы бар. Астында қатып қалған ақ бедеуі бар. Бейсенбай ағызып жотаға шығып, тағы айғай салып, өрге қарай тасырлатып шапты. Бұл уақытта көксерек сонша саспаса да, кейде көсіле шауып, кейде құлағы жалбырап, сөйлектей түсіп, Ақсораның жонына қарай асып еді. Айғай жақын жерден шығып қалғанда, Аққасқа атып тұрды. Қасен бұны кендірінен сүйрете барып, атына шапшаң міне сала, айғай шыққан бетке қарай ағызып отырып, сол жақтағы жотаға шықты. Қарсы алдында, оқ бойындай жерде, сары жотаның дәл үстінде, артына бұрылып қарап, тақ-тайыншадай бір көк шолақ тұр екен. Жотасы күдірейген, құйрығы шоп-шолақ, бойы тау басында тайдай көрінді. Ертегінің көк жалы. Жотаға шыға бере, Аққасқа да көріп, атылып секіріп кеп кетті. Ақырын ғана айт деп қалып, бәйгі киерге Қасенде қамшыны басты. Көксерек артына қарап тұрып байқамай қалып еді. Бір уақыт алдынан шыға қалған сатыр-сұтырға жалт қарағанда, ағындап келе жатқан Аққасқа мен аттыны көріп, сол жақтағы ойға қарай ытқып қашып жөнелді. Бір сайға түсіп жосылып барып, екінші оң жақтағы жотадан асып түсті. Соның ойына таман жақындағанда аттының дүбірі басылып қалып еді. Мұның құлап түскен сайы тіп-тік жар болатын. Бірақ дәл сол кезде артындағы қар жиі-жиі шықыр-шықыр басылып, бірдеме жақындап келіп қалды. Қашып келе жатып, артына қарай алмады. Сол-ақ екен, жаралы санынан бір мықты ауыз қауып түсіп, ойға қарай қатты жұлқып көтеріп тастады. Сол сәтте бұның жауы қасынан ағып өтіп кеп, алдыңғы омбыға екпіндеп барып, соқтығып, өзі де құлап түсті. Аққасқаның жұлып кеткен екпінімен етпетінен түсіп қалған көксерек енді атып тұрып тап берді. Бұрын Аққасқа бұндай жұлып өткенде, әсіресе ойдан төмен жұлғанда, қандай қасқыр болса да, омақ атып, тұмсығынан шаншыла түсуші еді. Сондайда қапысыз мықты ауыз тұрғызбастан келіп, алқымнан жабысып қалатын. Бұл жолы олай болмады. Аққасқа өзінен бұрын тұрып, күрілдеп ырғып келе жатқан көкжалды көрді. Бұ да қарсы тап берді. Сол уақытта құлақ шекесінен тиіп қалған қышқаштай қатты темір ауыз жұлқып кеп жібергенде, ой жаққа қарай ытқып барып түсті. Бірақ Аққасқа жығылған жоқ. Тік етіп барып, төрт тағандап тұра қалды. Ептілік ыңғайлығымен ғана көкшолақтың аузынан шығып кетті. Көксерек тістенгенде қамти тісте алмай, көбінесе терісінен ала жұлқып еді. Сол бетімен көксерек жотаға жүре бермекші болды. Өйткені артындағы дүсір тағы естіліп қалды. Бірақ Аққасқа да қалмады. Ағындап келіп, ар жаққа шығып алып, көлденеңнен шапшып секіріп келіп, көксеректі құлақ шекеден ала түсті. Көкшолақ бұл жолы да жығылмады. Аққасқаны көтере жоғары шапшыды. Алғашқы алған жерден Аққасқаның аузы босап кетті. Екеуі бетпе-бет келіп, шапшып тұрып, қаршылдасып ұстасты. Енді бірінен бірінің босап кетуіне жол жоқ. Бұл күй не болса да, біреуінің астына түсумен біту керек. Және етіне тістейіп, ашынып алған Аққасқа қазірде долылықтан өртенгендей еді. Қасқырмен көп кездесіп, қырқылжың тарта бастағаннан бері қарай Аққасқа бойына тістегенше онша өлерменденбеуші еді. Дәл қазіргі күй жалғыз тал қылына шейін қоздырып, күйдіріп жандырғандай. Көксеректе бағанадан қалыспаған итке енді шын ойынды бастаған. Екеуі шапшысып тұрған бетте біріне бірі құлақ шекеден де, алқымнан да алғызбайтын болды. Алдыңғы аяқтарымен ұстасып, тіресіп тұрып, сол сәтті аңдығанда екеуі де тез іс бітпейтінін ұққандай болды. Қозданған қан толқынып кеп, тағы бір дем басқа шыққанда, Аққасқа қарсы алдында арандай ашылып тұрған ауызға сақ еткізіп тістерін салып жіберді. Бұл қасқырдың төменгі тістері мен тілін қоса шайнағанда, қасқырдың жоғарғы азулары Аққасқаның тұмсығының екі жағынан жоғарғы ұрттарына келіп, кірш-кірш кірді. Ашулы тістер сытыр-сытыр, қарш-қарш шайнасады. Әлі шапшысып тұр. Дәл сол уақытта жоғарғы жотадан шыға сала, төмен қарай кер ат пен ақ бие де аңырап еді. Қасен мен Бейсенбай құдайлап, сойылдарын оңтайлап келе жатты. Өр жақта Аққасқа шайнасып тұрған ауыздардан сілекей мен қан аралас ағып сырылдап тұр. Аққасқа Қасен даусын ести сала, ойға қарай жұлқи бұрап қалғанда, көк шолақтың белі бұран етіп барып, дүрс етіп құлап түсті.
Ауыздары бір-бірінен айырылған жоқ. Екеуінде де үн жоқ. Шанасы үстінде желімдей қайнасып қатып қалған сияқты. Ең аяғы болымсыз болса да, тыныс алған дыбыс та білінбейді. Құдай, Құдай, я сәт, я аруақ, я ақсарбас дей бере, екі атты үстеріне шығыла-шығыла үйіле түсті. Аттар босанып шықты. Опырай, аузын деп келіп, Қасен жуан қамшының сабын көксеректің көмекейіне тығып жіберіп, мықтап басып тұрып, жауының тұмсығын жоғары қарай қайырып жіберді. Ақ қасқаның қан басқан тұмсығынан көкшолақтың тістері бір-бірлеп шығып кетті. Ақ қасқа сонда ғана бүйірін тартып тыныс алды. Бірақ әлі де жанын шығарғанша қасқырдың төменгі жағын күрт-күрт шайнап жатыр. Бұл кезде Бейсенбай да қара пышақты көксеректің өкпесіне салып жіберіп еді. Осы ит десті. Көксеректің жаны әбден шыққан соң, ақ қасқаны Қасен, Бейсенбай екеулеп отырып, зорға дегенде айырып алды. Құйрықтан қысып алып, алысқа сүйреп апарған соң ғана аққасқа есін жиды. Бірақ әбден әлсірегендіктен сол апарған жерге сілейіп жата кетті. Барынша шаршап талған екен. Ес жиған соң жұрт көк шолақтың құлағына қарап отырып, бұрынғы кеткен көксерек атты күшікті таныды. Құрмашты ойлап, кейбіреулерінің көздерінен жас та шықты. Ауылға әкелгенде Құрмаштың әжесі боздап келіп, «Қуарған-ай, ненді алып ем, не жазып ем, бауырына салып өсіргеннен басқа неғып еді менің құлыным?» деп елді тегіс еңіретіп, көксеректі басқа тепті.